Қимақ қағанаты. Қимақтар Батыс Сібірден бастап Ертіс, Тобыл, Есіл, Нұра өзендері бойын, сондай-ақ қазіргі шығыс пен солтүстік Қазақстан өңірлерін мекендеген. Қалалардың өзен бойында орналасуы қалыптасуына қолайлы жағдай болды. Өзен бойында орналасқан қалалардың құрылымы 3 бөліктен тұрды. Олар Цитадель, Шахристан және де Рабат. Цитадель қаланың қорғаныс және билік орталығы болды. Сарай, әскери бөлімдер орналасты. Шахристан қаланың қоғамдық, сауда, қолөнер ауданы болды. Шеберханалар, мешіттер, базарлар орналасты. Рабат қала маңындағы тұрғын аймақтар, шаруалар, ауыл шаруашылығы, яғни мал мен егіншілік. Енді Қимақ қағанатының ірі қалаларына тоқталсақ, Имақия Қимақ қағанатының орталығы, яғни ордасы болды, саяси және де әкімшілік орталық. Қарантия сауда және де байланыс қаласы болды. Дамур қолөнер мен металл өңдеу орталығы болды. Археологиялық мәліметтер бойынша Қимақтар қалаларында металл бұйымдар, сауда заттары, шеберханалар табылған. Бұл олардың қалалық мәдениетінің дамығанын көрсетеді. Ұлы жібек жолымен қатынасы. Қимақтар Ұлы жібек жолының солтүстік тармағынан жол қоршап, сауда байланыстар орнатқан. Жол арқылы жібек, фарфор, асыл тастар, тауарлар келе отырып, Қимақ жерлерінен жылқы, аң терісі, металл бұйымдар жіберіліп отырған. Ұлы жібек жолының солтүстік бағыты осы өңір арқылы өтті. Шығыс Түркістан, Ертіс, Имақия, Қарантия, Еділ бойы. Бұл бағыт арқылы Қытай, Иран, Византия, орыс князьдіктарымен сауда байланыс орнатқан.